Президент десе тақтағы елестейді қан деген, қанды Құдай таңдайды деп аңыздармен әрлеген. Қанды халық таңдайды сайлау деген сәнменен, қан Құдайдың ұлы емес, халық қанның құлы емес, мұны есіңе сал дерем. Бәріміз тең адамбыз, солай жазған заң берем, патшаға қарсы келме деп қорқытады халықты кей молдалар сәлдемен. Патшада қателеспей ме, патша бар ма аз жеген, көпті болар ел көңлі, жетпей жатса зар деген, халық болса қара нан жеген, қан болса бал жеген, халыққа президент керек қой, елін ойлап қам жеген. Заман кетті келмеске, қанға ұнамаған адамның басын шауып ал деген. Жақсы патша белгісі айтқызбай ұғар ел мұңын, жұрты шықса митингке барып тыңдайды шер мұңын. Талабын елдің түгендеп жасайды солай ерлігін, туысқандарын байт көрсетпейді менмендігін. Осындай патшалар болса екен, қара нардай қасқайып көтеретін ел жүгін. Президент дегенде қызметкер, еңбекпен көрген өз күнін, мемлекеттің байлығы адам, басқадан артық кең құның. Бағаласа билік адамды, сүйінтер еді жер жүзін, ханда халықтың бірі боп болмас еді кемдігің. Сұрасаң адам теңдігін, мәңгі болар елдігің. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.